Ассаламу алейкум рахматуллах. Біздер қасиетті Медина қаласындамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қаласы. Мына көрініп тұрған мешіт Фатх мешіті, Жеңіс мешіті деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Хандақ соғыс кезінде, яғни орғазған кезде сахабалармен бірге осы жерге шатыр құрған, бір ай бойы осы жерде болған. Пайғамбар намаз оқыған, дұға қылған. Дүйсенбі күні, сейсенбі күні, сәрсенбі күні дұға қылған. Жабир радиаллаху анху айтады, оның риуаяты Адабул Муфрат кітабында келеді. Мен де дәл осы уақытта, дәл осы мекенге келіп дұға қылған едім, менің де дұғам қабыл болды дейді. Және де басқа таудың жеті бұрышына басқа да қарауылдарды, сахабаларды орнатып қойған. Неге? Өйткені сырт жақтан тайпалар, ахзаб дейді, түрлі тайпалар Пайғамбарға қарсы осы Медина қаласын жаулағысы келіп, сол үшін келген. Ал Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен бірге орғазған, осы таудың ашық жерлеріне орғазған, үлкен орғазған.